Қыздареки, қалайсыздар? Бүгін дейтін біздің торговый центр Атырауға барғанбыз. Балаларға киім қарайық деп, Еркемайға. Сонда дейтін осындай төменде бірінші этаждан осындай біздің Атыраудың макетін құрастырып қойған екен. Осыны мен түсірем деп жүргеніме көп ұзақ уақыт болды. Барған сайын то ұмытып кетемін, то балалармен барған кезде есімнен шығып кетеді. Бүгін соны түсірудің орайы келді. Біздің негізі Атырау өте тамаша, өте әдемі, ең көрікті қала. Өзіме ұнайды. Осылай макетін түсіріп жатырмын. Міне өте әдемі жасаған, не болса да бір шебердің туындысы керемет. Бір кәдімгідей түсіріп жатқанның өзінде бір күшті әсер алдым. Каждый мынау домдардың арасында тұрған, парковкада тұрған нелер, көліктер, жан жағында өсіп тұрған мынандай жасыл газон, шөп, жасыл талдардың өзі бір адамға бір күшті настроение береді. Енді дейтін сөз жоқ. Мен 5-те 5 емес, даже 100 балл беруге дайынмын осы жасаған адамға. Өте керемет туынды. Мен осы әдемілікке көзім тоймай, осылай әлі де түсіріп тұрмын. Мен бір сыртынан ойлап тұрған бар, мынау қазір көріп тұрмын екен деп. Жоқ, мен көріп жүргенмін, бірақ түсірем деп қолым тимей жүрген болатын. Ұмытып кетіп жүрмін. Соны бүгін түсірдім. Осылай қыздар әдемі ме? Жалпы өзіміздің қаламыз, өзіміздің Атырау, басқа мысалы батыс, югтың адамдары келсе, олар айтады, ой, Атырау маса деп, маса десе де бәрібір өзіміз туып өскен Атырау өзімізге ыстық. Масасына енді ол жағына сөзін берем, маса, бірақ енді әдемілігінде сөз жоқ, қыздар. Лайк басып кеттіңіздер, ұнаса видео.